Құнарлы топырақ әрқашан жақсы күтімді қажет етеді. Сонда ғана ол фермерге мол өнім бере алады. Мичигандық Джеймс Бристл есімді фермердің соя өсіретін егістігі бар еді. Бір күні Джеймс сол жерді қазып жатқанда қызықты нәрсе тауып алады. Келесі күні ол сол жерге қайта келіп, әрі қарай қазуды жалғастырады. Кенет көміліп жатқан бір нәрсені байқайды. Бір қарағанда ескі дуал бағанасына ұқсайды. Джеймс терең қазу үшін экскаватор шақыртады. Кенет сол жерден үлкен жақсы сақталған бас сүйекті табады. Бұл бас сүйек жүнді мамонттың басы болған. Ғалымдардың зерттеуінше бұл мамонт осыдан 15 000 жыл бұрын жабайы адамдардың қолынан өлген. Мамонт шамамен 40 жыл өмір сүрген. Кейін ол жерден археологтар бас сүйектен бөлек азын аулақ қаңқа сүйектерін тапқан. Бірақ одан басқа ештеңе табылмады. Ғалымдардың пайымдауынша сол кезде жабайы адамдар мамонттың аяқтарын бөліп алып кетуі мүмкін. Кейін Джеймс мамонттың бас сүйегін жергілікті мұражайға тапсырған. Буэнос маңында орналасқан ферманың Хосе Нивес есімді иесі өзінің фермасында жүргенде жердегі белгісіз заттың бір бөлігін тауып алады. Фермер оны динозаврдың жұмыртқасына ұқсатқан. Іс жүзінде бұл шындық еді. Таң қалған фермер бұны жайдан жай қалдырмады. Фермер жұмыртқаның қалған бөлігін қазып алуға шешім қабылдайды. Жұмыртқаны қазғаннан кейін оның мөлшері жай жұмыртқалардан қарағанда әлде қайда үлкен болып шықты. Оның ұзындығы 3 футтан асып кететін еді. Палеонтологтар бұл жұмыртқаның қабығы мұз дәуірінде өмір сүрген армадиллоға тиесілі деп түсіндірген. Бұл жұмыртқаның жас өмірлік әкесі біздің заманымыздан 10 000 жыл бұрын өмір сүрген. 1974 жылдың наурыз айында әлемге әйгілі археологиялық ашылу болды. Сол өлкенің Чан есімді шаруагер жұмысшы тауға барып құдық қазып жатқан сәтте сол жердің астынан судың орнына жабысып қалған көптеген керамикалық бөлшектерді кезіктіреді. Бұл қазу кезінде ең маңызды археологиялық олжаларды табады. Археологтар кейін қазу жұмыстарын әрі қарай жүргізіп 8000 жауынгер мүсінін және аттардың мүсінін табады. Кейін зерттеу кезінде бұл Ванг императоры Кимчидің қорымы екені анықталған. Біздің дәуірімізге дейінгі 3-ші ғасырда Қытай біртұтас империяға айналған. Ескі тарихи жәдігер біздің эрамызға дейін 210-209 жылдарға жатады. 8000 жауынгер мүсіннің әрқайсысы балшықтан жасалған. Мүсіндер бүгінгі күнге дейін жақсы сақталған. Әр мүсіннің салмағы 135 кг құрайды. Ал әр аттың салмағы 335 кг құрайды. Мүсіндердің сыртқы материалдары арнайы органикалық заттармен қапталған. Нағыз жауынгер мүсінінің орны император қабірінен 1,5 шақырым жерде орналасқан. Кемчидің Терракота армиясының мүсінін салу кезінде 38 жыл уақыт кеткен. 30-шы жылдардың ортасында Бағдаттан алыс емес жерде мезопотамиялық артефактілер немесе қарапайым көрінетін бірнеше құш құмыралар табылды. Бұл ең көне гальваникалық құмыра ретінде анықталды. Басқаша айтқанда ең көне электр. Құмыра дизайны химиялық құрылғыларға өте ұқсас. 19 ғасырдың басында әлем жұрты Алессандро Волтаны электр энергиясының алғашқы бастаушысы деп білген. Бағдат құмыралары табылғаннан кейін бұл түсінікті ежелгі адамдардың осыдан 2500 жыл бұрын электр туралы білетіндігі туралы хабар жеткеннен кейін өзгерді. Американдық физик Уиллард Бағдат батареясының дәл көшірмесін жасады. Мыс сульфатын электролит ретінде аккумулятор Майбуда шамамен 2 вольттық электр тоғын өндірді. Ал Бағдат аккумуляторының 29 көшірмесін Карри грантымен сынады және трой электролит ретінде бірнеше лимон шырынын қолдана отырып 4 вольтты ток шығарды. Сібірдің ауылдық аймағында жұмыс істейтін кеншілер 1969 жылдың 5 қыркүйегінде 70 метрлік тереңдіктегі көмір шахтасында жұмыс жасап жатқан сәтте 2 метрлік мәрмәрден жасалған табытты табады. Сосын сол табытты жер бетіне шығарып алады. Шахтерлар табыттың қақпағын ашқанда оның ішінен жас қыздың мумияланған денесін табады. Және табыт іші қызғылт сұйықтықпен толтырылған.
Сол күні кешке арнайы агенттіктің қызмет өкілдері ауылға келіп табытты Discovery тікұшағымен алып кетеді. Ғалымдар мумияны зерттегеннен кейін оның Сауда Сюэл есімді ханшайымның денесі екендігін анықтаған. Ғалымдар денедегі сұйықтықты алғаннан кейін дене тез қоңыр түске айнала бастаған. Кейін дене бастапқы түсіне қайта оралған. Мумияланған денені табытқа қайта салған кезде дененің шіру белгілері болмаған. Арнайы технологиямен зерттеген ғалымдар сұйықтықтың құрамы неден тұратынын анықтай алмады. Табытқа толтырылған сұйықтық қарапайым болып көрінгенмен, мумияланған қыздың денесі ежелгі өркениетке жататын болғандықтан, олардың бальзамдау тәсілі біздің заманымызға дейін жетпеген. Достар, егер менің осы видеом ұнаған болса, лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Сержан ТВ арнасы.